Қайырлы күн, менің есімім Назерке, мен сана орталығының негізін қалаушыларының бірімін. Және бүгінгі видеода мен сіздерге қаржылық сауаттылықтың фундаменталды, қарапайым, ең негізгі актив және пассив деген ұғымдарды ашып айтып бергім келіп отыр. Жалпы сөздің қысқасы, актив деген ол бізге ақша алып келетін заттар, ал пассив ол керісінше біздің қаражатымызды азайтатын заттар. Мысалы, пассивке біз ипотеканы, кредитті, мысалы, проценті өсетін қарыздарды жатқызсақ болады. Ал актив керісінше бұл бізге жаңағы бір үйді жалға беріп қойып, ақша алып отырсақ, яғни кез келген заттың бізге ақша алып келуінде. Бірақ мен сіздерге сұрақ қойғым келіп отыр. Сіз қазір тұрып жатқан үй, ол сізге актив па, әлде пассив па? Сіз айдап жүрген көлік, ол актив па, әлде пассив па? Қарап отырсаңыздар, бірден жауап берген кішкене қиындау болады. Мысалы, ойланып қаласыздар да айтуыңыз мүмкін. Әрине ол актив. Ол мен енді соншама ақша жинап, мінекей баспана алдым, мінекей көлік алдым, олардың барлығы әрине ол менің активтерім деп ойлайды. Бірақ ол нақты емес, және де ол сіздің заттарыңыздың актив және пассив екеніңізді анықтау керек. Мысалы, өзіміздің тәжірибемізде сіздерге айтып берейін. Ең басында біздің көлік ол бізге актив болды. Себебі менің жолдасым жұмысы қаланың сыртында болғандықтан, ол жұмысқа барып келуіне үшін, мысалы, көлік ол біріншіден уақытын үнемдейтін, және де жолға деген қаражатты да үнемдейтін. Себебі біз айына бір уақыт жаңағы бензинді құйып қосақ жеткілікті, сонымен жетіп барып келетін. Егер ол тура сол жұмысына күнделікті таксимен немесе автобуспен баратын болса, біз көбірек шығынға батушы едік. Бірақ біраз уақыттан кейін жұмыс алыс болғандықтан ол жұмыста развозка пайда болды, және де ол компания барлық өзінің қызметкерлерін өзінің машинасымен алып кететін болды. Енді қараңыздар, біздің көлік үйдің алдында тұр, жолдасым жұмысын көлігімен жетіп жүр. Бір ай өтеді, 1,5 ай өтеді, 2 ай өтеді, ана өзіміздің көлікпен ешкім айдамайды. Яғни ол бізде пассивке айналып бара жатыр. Не үшін деп ойлауларыңыз мүмкін? Мысалы, ойлайсыз, ой, жарайды, жақсы емес па, көлік тұр, ешкім бензин құймайсыздар, сол қалпы тұр, болды, ол актив те емес, пассив те емес деп. Бірақ біз көп жағдайда мына қосымша шығындарды есептемей, елемей жатамыз. Мен біздің көліктің бір ай бойы үйдің астында тұрудың сомасын шығардым. Қарап отырсаңыздар, біз машина ешқайда айдамай құр тұрғанның өзінде біз оған страховкасын төлейміз, жылына бір рет техосмотрын өтуіміз керек, майын ауыстыру керек, және де басқа да мынау әртүрлі қосымша заттарын белгілі бір уақытта ауыстырып отыру керек. Ол енді шаң басып кеткеннен кейін енді арасында жуып тұру керек деген секілді. Кейін мысалы қыс кезінде шинасын ауыстыру керек, оны да тағы да бір қосымша күту жұмыстары бар. Соның барлығын есептеген кезде біздің көлік бір айда бізге керісінше 40 мың теңгеге тұрады екен. Яғни біздің жанұямыздың қаражатының бір 40 мың теңгеге жуық ол қор ақша соған құйылып жатыр екен. Дегенмен біз қарап отырсаңыз, егер сіз көлікпен жиі айдамасаңыз, күнделікті жұмысқа, алысқа бару, немесе сіздің жұмысыңыз мынау развозкамен, жеткізумен байланысты болмаса, онда көлік сізге көбінесе пассив болуы мүмкін. Осыны есептеп көріңіз. Сіз бір көлігіңіздің одан басқа амортизация деген ұғым бар, яғни сіздің көлігіңіз жыл сайын ол қымбаттағаннан гөрі ол әрқашанда бағасын өзі түсіреді. Себебі жыл сайын одан да басқа көліктер шығып жатыр, көліктің түрлері шығып жатыр, оның жаңа жылғы нұсқалары шығып жатыр. Сондықтан амортизацияның шығындарын да елеген дұрыс. Енді қарап отырсаңыздар, сол 40 мың теңгені өзіміздің көлігімізге құйғаннан гөрі біз арасында айына 1-2 рет қаланың сыртына немесе демалуға шыққанға таксиге жұмсайтын ақшамызбен біз көбірек ұтамыз. Қарап отырсаңыздар, сіздің жағдайыңызда сіздің көлігіңіз ол пассив пе, әлде актив пе? Сондықтан біз мейлінше пассивтен құтылуға ол көлікті сатып жібердік. Яғни ол біздің шығынымыз кетпеу үшін біз ол көлікті саттық. Кейін керісінше, мысалы, сол көліктің суммасын енді белгілі бір банкке, депозитке салып қойсаңыздар болады. Және сол депозит көліктің ақшасынан түсіп жатқан проценттердің өзінен ақ сіз
жаңағы таксидің де автобустың да жолын ақтап аласыз. Қарап отырсаңыздар өте қызық, иә. Бірақ енді 1,5 жыл өткеннен кейін бізде жағдай кішкене өзгерді. Енді біз керісінше қаланың сыртына шығып кеттік, және де жұмысқа байланысты бізге әрқашанда қалаға келіп отыру керек болды, иә. Балаларды балабақшаға апару, қосымшаларына апару деген секілді. Енді қарап отырсақ, біз басқа альтернативті такси, автобус немесе соған ұқсас басқа бір құрылғыларды таңдайтын болсақ, ол біздің жанұялық бюджетке қатты кері әсерін беруші еді, иә. Яғни бізге енді көлікті алатын болсақ, ол бізге активке айналады, иә. Сондықтан, мысалы, тура осы сәтті пайдаланып, сізге көлік қашан актив болады, қашан пассив болады, соның барлығын есептегендеріңіз жөн. Тура сол секілді үйге қатысты да көбісі ойлайды, үйді ол менің активім деп ойлайды, иә. Шыны керек, егер сіз өте кең үйді алып, бірақ ішінде кейбір бөлмелер бос тұрса, иә, немесе керісінше жаңа демалысқа кетіп тұрған кезде, ол үйіңіз сізге қайтадан да пассив болуы мүмкін. Себебі қарап отырсаңыз, егер сіз пәтерде тұрсаңыз, бізде коммуналдық көбінесе қызметтер, ол әрбір үйдің квадратурасына есептеледі, иә. Одан басқа оның сыртында да өте көп әртүрлі салықтың түрлері бар, иә, немесе басқа да шығындары болғандықтан, кей жағдайда ол бізге пассив болып кетуі мүмкін. Өйткені үй үлкен болған сайын, оны күту, егер сіз ремонт жасап, тағы да оны ақтап сылайтын болсаңыз, 3 бөлмеге қарағанда 4 бөлмені үйді ақтап, ремонттаған, оған көбірек ақша кетеді, иә. Яғни, егер сіздің бір затыңыз, иә, ол сізге ақша алып келмей, керісінше сіз оны ұстауға, ақшаны көбірек шығара бастасаңыз, онда ол сізге пассив болуы мүмкін. Осы жағдайда сіздерде енді кішкене шатасқан ойларыңыз болуы мүмкін, яғни ондай болса жалға алу керек па, немесе не істейміз, үй қашан оны активке айналдыра аламыз деп, иә. Үйдің әрине жалға тұру деген сөз емес, бұл себебі оның барлығын әр жағдайға байланысты есептеп отыру керек. Мысалы, біздің жағдайдың өзінде де көлік активтен пассивке ауысты, пассивтен қайтадан активке ауысты. Тура сол секілді үйдің мәселесінде де. Олдың квадратурасы үлкен болып, сіз оны ұстағанға көп ақша жұмсасаңыз, пассив болуы мүмкін, иә. Бірақ тура сондай үйді сіз жалға алсаңыз, сіз оған көбірек шығындалуыңыз мүмкін де. Сондықтан осы жақта сіздің әрбір затыңыз өзіңізге пайда алып келу үшін кез келген жағдайда есептеп отыруыңыз керек. Жалпы осы екі ұғымды қатты жақсы түсініп алып, және де әрқашан кез келген затыңызды активке ауыстыратын болсаңыз, онда сіз әрқашанда мынау байлық зонасына өтіп, бүкіл заттарыңыздан, кредиттен, пассивтерден құтылып, өте жарқын өмір сүретін боласыз. Дегенмен бақыт ол ақшада емес, оны да қайталап өткім келеді. Мен сіздерге осы видеоның аясында жалпы актив пен пассивтің айырмашылығын түсіндіре алдым деген ойдамын. Ондай болса, алғашқы уақытта, алғашқы видеоларда сіздермен тағы да бір пайдалы ақпараттарда жүздескенше, көріскенше сау болыңыздар деймін.